Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Зе Құлымбет. Байтексте гарантия бар ма? Байтексте гарантия бар ма деген бұл өте қате сұрақ. Общий өмірде достар гарантия жоқ. Өмірде гарантия жоқ. Жеке өміріңіз болсын, бизнес болсын, тағы да басқа проектілер болсын, гарантия жоқ. Гарантия жайлы сіздерге бір қарапайым ғана пример айта салайын. Мысалы сіздер әр адам өзінің, мысалы біреу Алматыдан қарап отыр, біреу Астанадан қарап отыр, біреу Ақтаудан қарап отыр. Қазақстанның әр шетінен осы видеоны қарап жатқан адам. Өздеріңіз ойлаңыздар. Сіздер үйлеріңізде отырсыздар. И сіздер гарантия бере аласыздар ма, что сіздің үйіңізге метеорит құламайды деген гарантия. Просто менің үйіме метеорит құламайды, все. Ондай гарантияны ойлаймын ешкім бере алмайды. Себебі егер біз гарантия берсек, онда біз кімбіз? Онда біз Құдайдан өзімізді жоғары санаймыз. То есть біз болашақты білетін адам сияқты өзімізді былай естиміз да. Ол деген өте жаман нәрсе. Оны өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сол себепті өмірде ешқандай гарантия жоқ. Гарантия жоқ, көшеде кетіп бара жатырсыз, аяғыңыздан итті қауып деген гарантия жоқ. Гарантия жоқ, егер бизнес ашсаңыз, бизнесіңіз доход алып келіп, ары қарай өседі деген гарантия жоқ. То есть любой жерде риск бар. Ал сол рискті дұрыс қолдану білу керек. Егер білсеңіздер, обычный ғана правила бар. Бұл правиланы любой адам қолдана алады. Егер қандай правила десеңіз, барлық ақшаңызды бір жерде ұстамаңыз. Осындай ғана правила. Осы правиланы ұстана отырып, сіздер ешқашан ақшаларыңызды жоғалтпайсыздар. Мен осы правиланы миыма сіңіріп алдым. То есть мен ешқашан бір жерге бүкіл ақшамды ұстамаймын. Мен даже банк болсын, проект болсын, криптовалюта болсын, всегда ақшамды әр жерде ұстаймын. Сол себепті мен осы правиланы всегда ұстанып жүремін. Және сіздерге айтамын, осы правиланы ұстаныңыздар. Себебі бұл золотой правило. Байтекске келетін болсақ, Байтексте реально ақша табуға болады. Мен өзім реально тауып жүрмін. Осы Байтекске өзім кірген кезде мен достарыма айтқан болатынмын. Кірсеңдерші тоже, жақсы возможность, осындай деп. И маған көбісі айтқан болатын, типа, ой, не істейсің, абзал ертеңгісін жауып қалады, может лохотрон, анау өтірік деген секілді. И мен чисто өзімнің опытыма байланысты, то есть мен уже инвестициядан біраз опыт бар. Мен просто ақшадан какой-то бір бөлігін алдым да, сонымен осы Байтекске кірдім. Ладно, жабылса жабылады, ничего страшного, мен по-любому соңғы ақшам емес. Егер жабылмаса, оны мен ақшаны нормально табам деп. Қараңыздар, қанша 6 ай өтті, мен ақшамды нормально тауып жүрмін. Басында $50 болған, қазір менде уже $400 мен көтердім, и қазір ай сайын примерно $120 тауып жатырмын. И сол достары маған айтқан, когда айтқан, Абзал оның бәрі лохотрон деп, маған уже жазып жатыр, Абзал что-то тема қандай екен, қызық сияқты ғой, ақша тауып жатсың ба деген секілді. Сырттан қарасаңыздар, достар, көбісі осындай. Бұл туралы не айтсақ болады? Адам жаман немесе жақсы емес, просто адамның мышлениясы басқаша. Адам басқаша ойлайды. Ең бірінші бизнесте не керек? Бизнесте мышление керек. Мышлениясыз ешқандай бизнес болмайды, достар. И болашақта мен тоже осындай проекттерге қатысатын боламын. Әрине өзімнің рискімді бәрін есептеп, бәрін дұрыстап қатысатын боламын. То есть бүкіл ақшамен бір проекттерге кірмеймін. Қазір ту деп қойын, Байтекстен нормальный сумма тауып жатырмын. Әрине көп емес, $120 деген кейбір адамдарға вообще смешно болуы мүмкін. Олар там миллион тауып жатса, мен $120 вообще какой копейка болуы мүмкін. Кейбір адамдарға наоборот, бұл былай айтқанда бір айлық жұмыстың зарплатасы, таңертең кешке дейін жұмыс істейді, бір ай бойы там 50-60 зарплата алады. А мен просто так пассивно еш нәрсе істемей, там ай сайын $120 алып жатырмын. Почти $120 қазір 50-60 мың теңге шамасында. Сол себеп, достар, ең бірінші мышление, одан кейін бүкіл ақшаңызды әрине бір жерге салмаңыз, соңғы ақшаңызбен кірмеңіз. Гарантия еш жерде жоқ. Егер сіздер осы правиланы білсеңіздер, онда Байтекске қош келдіңіздер. Егер бұл правиланы білмесеңіздер, онда лучше Байтекске жоламаңыздар. Тек қана Байтекс емес, бизнес болсын, ешкімге жоламай қойыңыздар просто. Пока мышленияларыңызды өзгертпегенше. Так что, достар, гарантия еш жерде жоқ. Осыны біліңіздер. Возможностьті өткізбеңіздер, достар. Возможность өткізген адам өмірден құр қалады.
Сіздермен болған Зият Құмбет. Келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Лайк, подписка, комментарий артушы болсын. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен болған Зият Құмбет.